Сәлем достар, сіздермен Алима Наполеонның өзінің 5-6 жыл бойы жасап келе жатқан рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығатын торттың рецебі видеоның соңына дейін көріңіздер. Суымыз мұздай болуы қажет. Холодильниктен шыққан мұздай суымызға уксусымызды құямыз, оған жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бірде масса болғанша керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Суымызды холодильникке салып қоямыз. Теркамыздың үлкен көзімен сары майымызды өткізіп аламыз. Сары майымыз 82% болу керек, ол міндетті. Сары майымыздың барлығын өткізіп алғаннан кейін қолымызды уқалап корочка жасап аламыз. Одан кейін суымызды холодильниктен шығарып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін біздің қамырымызды морозилкаға кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. Морозилкадан қамырымызды алып, 10 бөлшекке бөліп, жайып аламыз. Бөліп алған бөлшектерімізді бірде морозилкаға салып қоямыз, шетінен алып, жайып отыратын боламыз. Біздің қамырымыз сары маймен жасалғандықтан еріп кетуі мүмкін, морозилкада тұру қажет. 25 немесе 26 диаметрлік формада кесетін боламыз. Біздің қамырымыз песочный тесто болғандықтан жиырылатын болады. 20-21 диаметрлік болып қалады жиырылғандықтан. Қамырымыздың үстін вилкамен тесіп шығамыз, біздің қамырымыз көтеріп кетпес үшін. Қызып тұрған 22 градуста пеште біздің қамырымыз қызарғанша пісіріп аламыз, қарап тұрамыз, өте тез пісетін болады. Біздің қамырымыз өте жұқа болғандықтан 2-3 минутта пісіп дайын болады қамырларымыз. 10 күлшені бірден жайып кесіп алғандарыңыз дұрыс, сол кезде бірден салып пешке алатын боласыздар, өте ыңғайлы. Кремімді үйдегі бар затпен жасайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңызбен жасауларыңызға болады. Заварны крем жасауға болады, немесе тек сливкимен жасауға болады. Оның барлығы өз қалауларыңызбен. Менде мына жерде қаймақ, қайнатылған сгущенка, творожный сыр салатын боламын, сливки құятын боламын, сахарная пудра салатын боламын. Біздің қамырымызда мүлдем тәтті болмағандықтан біздің креміміз тәтті болу қажет. Сол кезде біздің тортымыз дәмдірек болады, тәттіні көбірек салуымыз қажет. Творожный сырды қосып жатырмын. Керек заттарымыздың барлығын миксерлеп аламыз. Креміміз дайын, тортымызды жинаймыз. Алдымен астына кішкене крем жағып аламыз, одан кейін 2 қасықтан әр қамырымыздың үстіне салып отырып, тортымызды жинайтын боламыз. Осындай формада жинасаңыздар, сіздердің торттарыңыз түп-түзу болып жиналатын болады. Тортымызды жинап болғаннан кейін холодильникке 1 сағат қоямыз. 1 сағатқа қойғаннан кейін біздің тортымыз дайын, кесіп жіберсеңіздер болады. Көп тұрудың қажеті жоқ. Егерде менің рецептім сіздерге ұнаса, маған лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Өте көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Өзімнің лайфхактарымды айтып отырамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.